Okay, let's start. First of all, tell me about yourself. Қуаныш, Бейбарыс, right? Tell me about yourself. Come on. Өзің туралы айтшы. Не істейсің? Қайда оқисың? Асың нешеде, атың кім, барлығын? My name is Бейбарыс. Okay. Оқимын, алайық. Study. Оқу немесе сабақ оқу. Универде оқу немесе бір тілді оқу деген кезде осы studyмен қолданамыз. Study Жангерхан. Okay. Student. Then Боласың. Okay. What about you, Қуаныш? My name is Juanish. Okay. I'm me 20. I am. I'm 21 Okay. years. Yes. I'm study in University Jangarkhan. Okay. Then. Okay. I work Yes, right. Where? in study. Okay, yes. Kindergarten. Okay. Present simple tense ең бірінші біз бастайтын ереже. Қазақ тілінде ауыспалы осы шақ. Мысалға, мен оқимын дегенде қалай айтамыз? Study. I read. read. Неме айтатын болсақ, study айтатын болсақ, I'm study. I study. I study. Осы жерде көбі I'm studying немесе I studying деп қосып жібереді. М қосатындар бар. Ол қате. Әзірге ең бастапқыда бізге керек осы I study. Қалай ты читаешь деген, сен кітап оқисың именно. You study. Оқу қалай болады? Кітап оқу именно. Read. Сонда қалай болады? Ты читаешь? You read. You read. Қалай біз жүгіреміз. We run. Айтсын. We run. We run. Қуаныш қалай болады? Олар ұйықтайды. They sleep. They sleep. Бұл қазір ұйықтап жатыр деген емес, жалпы ұйықтайды. Кешке сағат 9-да ұйықтайды, немесе күнде кешке ерте ұйықтайды деген сияқты осыны қолданамыз. Иә. Яғни, бұларды қолданамыз. Егер айтқымыз келсе, always, often, немесе не бар тағы? Every мен қолдануға болады. Every day, week, year, month деген сияқты. Яғни, жиі бір нәрсе істейтін болсаң, осыны қолданамыз. Мен жиі футбол ойнаймын. Немесе мен әрқашан футбол ойнаймын. Немесе мен аптасына бір рет футбол ойнаймын. Аптасына айына бір рет деген кезде осыны қолданамыз. Түсіндік қой? Always деген ма? Иә. Осы кезде осы present simple қолданамыз. Түсіндік қой, иә? Яғни I, you, we, they болатын болса, просто не қосамыз? Verb. Verb дегеніміз етістік. Қалай енді ол бала жейді. He Иә. eats. Eats болады. Неге eats болды дұрыс? S жалғанады да бұйыртқа. Себебі, иә, he, she, eat болған кезде именно verb қайсы қосылады. Түсіндік қой? Қалай ол қыз ішеді? He cats. Ол қыз деген қалай болады? Ана. Қуаныш қалай ол қыз деген? She. 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 Ішеді? Ішу, иә, пить. Ішу ол бізде drink. Не қосамыз соңына? Drinks. She drinks. She drinks. Eat дәл сондай. Eat-ті көбіне қай кезде қолданамыз? Мынау. Анауға да болады. Немесе ол деп айтамыз кейде, бірақ жансыз болатын болса. Мысалға eat деген сияқты. Отырғыш, доп деген сияқты. It деген болса, it runs. It happens. It comes. It goes деген кезде осы it-ті қоямыз. It деген полный неодушевленный. Иә, полный неодушевленный. Жансыз заттарға. Жансыз заттар, сосын жануарларға it деп қолданамыз көбіне. Okay? Okay, let's learn now negative. That was positive. Енді негативный форма. Мысалы, қалай болады? Мен жұмыс істемеймін деген. I not
Work. I not work. Work. I not work. I not work. Бірақ осы кезде бір нюанс бар. I, you, we, they болғаннан кейін біз міндетті түрде негативный болатын болса do not қосамыз. Кейін сөзі не екен? Бірақ әзірге талмаса I do not work. Немесе қысқартып I don't work деуге болады. I do not work. Қалай болады? Сен жүгірмейсің. Сен, сіз, сендер, сіздер бәрі осы болады. Ранс ба? Қалай болады? She drinks ба? No. Өзің білетін мейші, просто сен дегенмен. Сен деген ба? Ой? Қалай болады сен деген бірінші? Ой? Жоқ, А, жоқ. сен деген. Ой? В ба? Жоқ, тағы бір. Зе? Хи? Жоқ. Екіншісі қате оқыпсың сен. Хе? You. Ой? You. You. We дейтін мынау. Я. Мынау we, мынау you. You, you. I love you дейміз ғой мысалға. Yeah. Қалай болады сонда? Сен, You drinks ба? жоқ, сен ішпейсің. You drinks. Не қоямыз? Болымсыз қылу үшін әжеге. You drinks. Ма? Не қойып тұр? You You do drinks. do, сосын не бар? Do not drinks. Неге drinks болады? Drinks қай кезде болады? Егер ол болымды болса, he, she, it болса. Мына жерде просто you do not Drink. drink. Yeah. Қалай болады? Біз ойнамаймыз. We do not play. We do not play. Негізі бағағы always, often, every week, every day дегенде алдағы уақытта қосуға болады. Түсінікті болмас, түсінікті болу үшін қоспай істеп жатырмын әдейі. Қалай болады? Олар жемейді. Олар тамақ жемейді, например. Олар. He дейтін бір адам. Олар болса қалай болады? Олар. It дейтін мынау. They ма? They болады. Сонда қалай болады? They do not. You. You. You қалай болады? You. Қалай болады? You. It. Ат емес, it деп беруге болады. Бейбарыс қалай болады енді? Ол бала сабақ оқымайды деген. Ол бала he. Иә. He do not. Оқымайды. Ладно, кітап оқымайды. Дұрыс, иә. Reads. Дұрыс па? Мына жерде осы тағы бір нюанс бар. He, she, it болған кезде мына жердегі S, мына S былай келіп мында қосылады. Сол кезде does шығады. He does not, мына алып тастаймыз, read шығады. Уже керек емес мынау. Сосын қалады, ол қыз тамақ пісірмейді. She does not cook. Дұрыс, she does not cook. Неге cooks болмайды? Мына жерге S мында кесіп кетті. She does not cook. Мынау бір сөзден тек айтып жатқанда бар. қалай болады? Мынау ойнамайды. Eat. Иә. Does. Иә, дұрыс. Does not. Иә. Ойнау. PlayStation. Енді шыққан PlayStation дейтін сөз. PlayStation. Иә. Сонда қалай болады? It does not It does not PlayStation. play. Play. PlayStation дейтін екі сөзден тұрады. Play. It does not play. Түсіндік па? Сонда егер I, you, we, they болатын болса, осылар бірге жүреді всегда. Мына барлығы бірге жүреді осылар. Именно. Ал he, she, it көбіне бөлек жүреді. Мысалы, орыс тілінде бөлінеді ғой. Я работаю, ты работаешь, он работает деп окончание ауысып тұр да. Ағылшын тілінде окончание ауыспайды, керісінше есімдіктің өзі ауысады. Болымсыз қылатын болсақ, негатив болымсыз, онда do not қосамыз. Қысқартып don't. Сосын plus verb. Ал he, she, it болатын болса қалай болады? Does not қысқартсақ doesn't. Қосылған verb. Түсіндік па? Енді өзің айтып көрші, өзің не істесің, не істемейтініңді жалпы. Иә. Бүгін мысалы не істейсің? I go. Иә, дұрыс. Store. Right, yes. Then? I don't work. Yes, right. Сосын? Мен кофе ішемін деген қалай болады? I drink coffee. Бейбарыс пицца жейді дейтін қалай болады?
He Yeah. eats pizza. Right. He eats pizza. You see? Right, yeah. He eats pizza. Қалай болады? Ол қыз кофе ішеді. She drinks coffee. Қалай болады? Мынау ойнамайды. It doesn't play. Yes, right. Бейбарыс. Қалай болады? Мен жүгірмеймін деген. I do not. Yeah. Don't дей бер қысқартып. I don't. Мына нотты қысқартсақ, Білмеймін оны. Онысы бар. S-ті қоспай ақ қой керек емес. Сонда қалай болады? I don't run. Run. I don't Run. Жүгіру. Жеу қалай болады? I don't eat. Yes. Қалай болады? Ол қыз кофе ішеді. She Yeah. Кофе ішеді. Ішу мін тұр. She drinks coffee. She drinks болып тұр. Дұрыс, иә. She drinks. Мына бала ол жұмыс істейді. Ол жұмыс істейді. Жұмыс істеу бізде қалай болады? It. Мына ол, мынау емес, ол. He. Дұрыс? He works. Дұрыс. У деп айтады. He works. He works. Қалай болады? Біз жүгірмейміз. It. Біз. Біз бе? They. Біз. We do not Run. run. Біз, олар тамақ жемейді. Олар тамақ жемейді. Yeah. They Yeah. they They do not do not жемейді. eat десем болады. It. Eat. Енді қалай болады? Сен жүгірмейсің деген қуаныш. You Yeah. don't run. You don't run. Сен жүгіресің деген. You do run. You жүгіресің. Run. Do болмайды ғой. You run просто. You run. Енді осыны қалай сұрақ қыламыз? Мынау бізде позитивный ғой. Негативный болса you do not немесе қысқартып don't run дедік, иә? Ал осыны қалай сұрақ қылып істейміз? Немесе мысалы не деген керек па? Нет, не деген керек па? Not деген сұрақ қылу үшін. Сондай ғой негізі. Do керек сияқты. Сонда не істейміз? Not не істейміз? Алып тастаймыз. Do'ды алға шығарамыз. Сонда қалай болады? Do you run. Do you run? Аймен сұрақ қоймаймыз көбіне. Бейбарыс қалай болады? Олар ойнай ма? Сұрақ. Сұрақ болса не істейміз? Do they play? Play. Very good. Do they play? Қаныш қалай болады? Ол бала жұмыс істей ме? Do he work? Мысалға, ол бала жұмыс істемейді деген қалай? Does He he work? does not, немесе doesn't work. Not алып тастаймыз. Does алға шығады. Сонда? Does he work? Work. Ол қыз тамақ пісіре ме, Бейбарыс? Ол қыз she. Сұрақ болса? Does she тамақ пісіру? cook? Does she cook? Иә. Бір сұрақ қойшы Қуанышқа. Так. Does he play? No. Оған қарап тұрсың ғой сен. Мен оған қоямын ба? Иә. Сен деп қолданасың деп. Иә. Why? Да? Жоқ, мынамен қоя беріңіз. Келеміз қазір оған. Do you play? Yes. Play what? Play what? Play Нені? Play? PlayStation. Okay. Yes. Yeah. I am play. No. М бар ма мына жерде? I play. I play Yes, I play PlayStation. PlayStation. Yes. Do you play volleyball? Yes, I play football. Okay. Do you play hockey? I don't play hockey. Yes, right. Do you eat pizza? I eat pizza. Okay. Do you eat Ханзир. what? Do you eat what else then? Barbecue. Do you eat barbecue? I don't eat
I don't eat barbecue. Right, yes. Ask one question to Bibars. Do you drink coffee? Yes. Yes. Yeah, okay. Do Yes, I drink to go. I drink? Okay. One more question Uh, with this one. do you cook? Do you cook Right. pizza? Okay, yes. Do you cook pizza? Or pasta. Do you cook? Pasta. Do you cook pasta? Pasta жоқ деген. Айтамыз, мен паста пісірмеймін дегенде. Do you? Мен пісірмеймін. I we. Do I? Жоқ, асықпас па? I do not I do not Mhm. cook cook. Right. pasta. Yes. Do you drink alcohol? I do not alcohol. Drink. Етістік алда жүреді. Yeah. I Yeah. drink. Жоқ. I drink. Do not. No. I I do not drink. Yes. Етістік алда жүреді. Мысалы қазақ тілінде пицца жеу дейміз де. Пицца жеймін. Ал ағылшында eat pizza. Мысалы орыс тілінде кушать пиццу дейміз ғой. Кушать пиццу дейміз ғой. Кушать пиццу, пить кофе деген сияқты. Пить воду. Ал мына дәл сол орыс тілі сияқты етістік алда жүреді. Не болса да етістік ала қоямыз бірінші. Do not дегеннен кейін, subjecттен кейін. Сосын барып қалған көмекші сөздер кетеді. Okay? Түсіндік қой? Now, let's get special questions. Арнайы сұрақтар. Where, when, why, what, how. Special questions дейді, арнайы сұрақтар. Мына сұрақты қойып қойғаннан кейін біз әрі қарай кіреміз, арнайы сұрақтар дейміз оны. Мысалға, ол үшін қалай отырсың да? Сен қайда оқисың деп сұрашы менен? Сен так қайда оқисың? Where? Yeah. Where study? Okay. Бибарс қалай болады? Сен қайда жұмыс істейсің деп сұрашы менен? Where Қайда сен жұмыс істейсің? Yeah. work. Қайда сен жұмыс істейсің? Сен қайда? Where work. Бірінші, бүйтіп сұрақ қояйық. Бибарс сұрақ қой, сен жұмыс істейсің бе деп сұрашы менен бірінші. Why work? Сен жұмыс істейсің бе? Do I work? Do, I work? асыл дұрыстап оқы. Do, Why? you, work? yes. Дәл осыған where дегенді қосамыз мына жерге, ең алдына қоямыз. Сонда қалай болады? Қайда сен жұмыс істейсің деген? Where do you work? Do, міндетті түрде do қоямыз, өйткені бұл сұрақ. Do, does жүреді, одан кейін бар. Do болса you, we, they, ал does болса he, she, it. Ең соңына не қосамыз? Verb. Маған бір сұрақ қойшы Бибарс, where мен. Where do you Run. run? Бір сұрақ when мен. When. When do you sleep? Yes. Why? Why? Yeah. Неге деген ба? Yeah. Неге? Why? Дұрыс, yeah. Why does? Okay. Why does he? Yes, right. Yes, Why yes. does he play? Very good. Аудармасын ал деген. Сен неге ойнамайсың деген ба? He дедің ғой сен. He дедің ба? Why does he play дедің. Ал деген. He деген. Сен неге? Неге? Сен емес қой, he. He, иә, ол неге ойнамайды? Ойнамайды деген бар ма? Ойнайды. Ойнайды. Ойнайды, иә, ол неге ойнайды? Yes. How? One question. Does she? How do you cook? Okay, yeah. Where? Нал деген аудармасы? Қайда? Қайда? When? Қашан? Why? Неге? How? Неге? Не? How? Қалай? Қалай? How are you дейміз ғой. Қалай? What?
бір сақ қойшы бейбарыс қуанышқа. Whereмен. Whereмен ба? Yeah. Where the way Do you? where do you Yeah. do you work? Okay. Do you work? Where do you work? I Do you work? I do No. Мен жұмыс істеймін. Мен I Жұмыс істеймін. work I work. I work in Company. Айта бер бәрі. School. I work in company. Okay. One question with where. This one. Where do you live? Yes. We do Where do you live? Live. Yes. Live. I see. I live, I live for example, in Zachigansk. in city. Okay. In city. All right. One question with when. When? Use this word. Use this word. Get up. Get up. Тұрдым. Да? Тұру именно. Yeah. When do you when do you get up? Yes. I get up. Sleep. No. I get up. What time? Time. I get up 9 o'clock. Very good. One question with sleep. Come on. When and sleep. When do you sleep? Yeah? When do you sleep? Right. When do you sleep? When do you sleep? When? Sleep. Yeah, қаханы ұйықтайсың. When? Yeah, when I sleep. Yes. I sleep. Right. Pardon, Aisha. What time? 10 10 o'clock is okay. 10. Yeah, 10. Why? Why? With this word. Why study? Сабақ оқу или просто оқу? Yeah. Okay. Why do you Yes. study? Study. Study what? Study We are studying English. English, right? English. Yes. Why do you study English? I study English. Yes. Why дегенге қалай қосатын? Сөзбен. неге үйреніп жатсың? Мысалға. I Путешествовать. айтамын жассам. I study English Yes. to travel. Yeah. Good one. Good. How? One question. How деген қалай? Да? Yes. How Не деген, how деген. With this one. Не дейміз бе? How? How are you? How are you? How How are you? Сен. мен қойып отырмын ғой. Сен ғой. Маған тұр ғой. No. How are you? Не деген жоқ. How are you? How are you деген не деген ғой? No. How are you? Hello. How are you? How are you деген сен. How are you? I am good. Ағылшынды білмейді деген кісінің өзі осы how are you мен hello'ды біледі негізі. Қалайсың деген ба? I'm from Kazakhstan. Қай жақтансың деген ба? No. Не бар тағы? How are you? How are you? Қалайсың деген ғой. Иә. Сонда how бізде қалай деген. Қалай? Understood? How What дейтін не? One question is how, yeah. How do you play football? Қалай деген ба? Иә, Yes, yes. дұрыс жазбай алғанмын. Қалай ғой? Yeah. Question. How do you play football? How do you play football? Қалай? I play football как перейдешь. Когда на смотрю. Айтам. I how No. не. Мен ойнаймын. I good. No. Мен ойнаймын. Естік бірінші рет деді жаңа. Yeah. I play. Yes. I play Нені ойнайсың? football. Қалай I play ойнайсың? football. Ronaldo.
No. Good Good, yes. Good Ronaldo. Good ше просто. Просто good. Good Жақсы. деген. Жақсы. Good dot деген жаман да. Yes. What нал деген? What need? Не. One question with what? What is your name? What is the name? No. With the verb. Verb, етістікпен. Сұрақ қойayım ба? Yeah. Так, как қоямын? What do you? What do you eat? Very good. Аудармасын алдың осыны қуаныш? Сен не жейсің? Сен Не жейсің? Мына жерде what деген не болып тұр, иә? What'тың екі түрі бар негізі. Біреуі не, біреуі қандай. Мына жерде what не болып тұр, иә? Не және қандай. What'ты қандай ету үшін, мысалға бір сұрақ қойшы маған. What'тың аудармасы ғой не және қандай. Bir сұрақ қойшы, қандай тамақты сен жейсің? What do you eat? Окей. Eat. Қандай тамақты сен жейсің? Дәл осылай аудар. Қандай тамақты Сен жейсің. What тамақ. Иә. Eat. Ба? Қалай? Тамақ. Өзің айта бер любой сөзді. What? Окей, what? Pizza. What? Тамақ деген food. What? Food. Food екен ғой, бәс есімде. Сонда қалай болады? What? Food. Yes. You. No. Сұрақ болса? Do you Do you eat. eat? Сонда түсіндік қой. Егер what-тан кейін do тұратын болса, не жейсің деген шығады. Не жейсің? Түсіндік қой? Не жейсің, не ішесің? What do you drink? What do you do? Деген сияқты ал. What-тан кейін міндетті түрде зат есімін қосатын болсақ, what car, what book, what food, what pizza, what coffee деген қосатын болсақ, what автоматты түрде қандай болып кетеді. Түсіндік қой? Мынау сонда аудармасы қандай. Просто миыма керек фудтың орнына тағам Міндетті емес, ол car десең болады. Қалай болады? Қандай машинаны сен айдайсың? What? Иә? Машина деген еді. Car, car. What car? What car do you Айдау? Drive. Түсіндік па? What car drive do you? What car? What car do you drive? Do you drive? Do you drive? Иә. Мына жерде етістік соңында тұр. Түсіндік қой? Уже қандай болған үшін зат есім қасына шығып кетті. Дәл осының тағы біреуі бар, which деген. Осында түсіндіріп жіберейін. Which ол бізде қай. Қандай деген болды ғой. Уже қай деп айтамыз. Көрініп тұрған варианттар болса. Қай машинаны ұнатасың? Қай кітапты оқисың деген сияқты. Окей? Қалай болады? Қандай кофені сен ішесің? What coffee do you drink? Yes. Қалай болады? Қандай кітапты сен оқисың, иә? Which? Қандай? Қандай ма? What do you? No. What I? No. What? What books? What book? What book? Сосын? Сұрақ болатын болса. What book do you? Do you? Одан кейін соңында verb. Түсіндік па? Do немесе does міндетті түрде жүреді. Ол осы зат есімнен кейін. Which болса. Does'ның мағынасы не? Ол аударылмайды мына жерде. Кеймен шиға қолданады да. Do мен does не үшін тұр? Мына іс-әрекет осы шақта тұрғанын білдіру үшін тұр. Түсіндік қой? Қазір кейін. Do'ның орнына does'ды қолдана беруге болады. Иә. Do'ның орнына does'ды қолданамыз, he, she, it болса. He, she, it болған кезде. Иә. Просто what food you eat десек, біз түсінбейміз. Ол қазіргіні сұрап тұр ма? Әлде болашақ сұрап тұр ма? Әлде кешегіні сұрап тұр ма? Сол үшін do does керек, ол қазіргі шақ екенін, ауыспалы осы шақ екенін білдіру үшін тұр. Түсіндік па? Which пен білсе қойшы маған? Өзің білетін, любой. Which телефон? Yes. Which phone? Yes. Do you қолдану? Do you have to go? Do you have? Сенде бар.
имеешь деген ғой. One question which? Which books do you Yeah. оқисың деп. Do you жазбадың ба? Do you read? Read. Understood now? Сен қандай кітап оқисың? Yes. Understood? Түсіндік па? Yes. Сұрақ бар ма? No. Сұрақ бар ма? Question. Түсіндік қой, what-ның екі түрі бар. Не болу үшін what do you eat дейміз. Түсін. Қандай болу үшін what food дейміз. Түсін. Короче, бір ортасына келеді да Иә, сөзді. иә, арасына кіреді. Арасына кіреді. Үй тапсырмасы homework былай болады. Міндетті түрде ағылшынша видео қарау, любой видео. Просто 10-15 минуттық, 5 минуттық түсінбесеңдер деп просто қарап шығу субтитрмен. Сосын соның ішінен жаңа сөздер жазып алу. 5-7 сөз нормально болады. 5-7 сөз. Сосын солармен сөйлем құрау, examples. Мына ережеге салып құруға болады. Төртінші questions. Міндетті түрде. Жаңа бар ғой where, when, why, what, how. Осылардың әрқайсысына бір-бірден do немесе does бен 5 сұрақ. Одан кейін барып уже what немесе which пен. Оған 2-2-ден дейікші. 2 what, 2 which. Ал мынаған бір-бірден әрқайсысына. Сонда барлығы 7 сұрақ. Қандай видео? Любой ма? Кез келген. Видео in English деуге болады. For A1 деп. Осылай жазса, біреудің блогы шығуы мүмкін. Андай қиын болып кетпей ме? Түсіну маңызды емес. Бұл мына жаңа сөздерді алу үшін ғой сендерге. Мынандай видео in English for A1. A1 деп сөйтіп жазайын ба? Иә, сөйтіп жазуға болады. Сонда асықпай сөйлейтін видеолар шығады. Сол жерден міндетті түрде 5-7 сөз жазып аламыз. Мысалға мынау сияқты ғой. Мысалға анда must деген болуы мүмкін, болмаса keep, Question деген ғой. buy деген сияқты. Question, сұрақ құрау. Мыналармен сұрақ құрау. Жаңағыдай ғой where, when, why, what, how. Қайда жұмыс істейсің? Қайда барасың? Новый заттар дейтін примерно зат есім, етістік сондай болу керек па? Типа күрделі. Міндетті емес ол. Просто өзіңе 5 сөз жазып аласың. Грамматика біраз кіріп кетпейді деген ғой. Жоқ. Просто 5 сөз жазып аласың. 5 сөз жазып аласың, аударасың. Сосын сонымен мысалға сөйлем құрайсың. Мысалға қандай сөз болуы мүмкін? Мысалға айтшы бір сөз қазақша. Машина. Білесің ол сөзді. Мысалға доп. Мысалға иә, бір видео қарап аттың футбол туралы. Бол деген шықты. Ол сөзді білмей қалдың сен. Осыны аударып аласың. ChatGPT болсын, кез келген переводчиктен. Аударып болғаннан кейін доп екенін түсінгеннен кейін, мысалға қалай, сенде доп бар ма? Қалай болады? Do you have ball? Болды осы. Біреу кетті уже. Келесі сөзге мысалға learn деген шығуы мүмкін. Үйрену. Изучать. Аударғаннан кейін мысалы нені үйренуге болады? Немесе мысалға why do you learn English? Болды. Осылай екеу болады. Сөйтіп бесеу қыламыз. Одан кейін мынаған уже where, when, why, what, how именно мына жерге етістік қосып сұрақ құраймыз. You немесе he қосылған етістік verb деген бізде етістік. Түсіндік па? Сұрақ бар ма? Қуаныш, сұрақ бар ма? Бүгінгі онда осымен бітті. Бірінші сабағымыз осы. Екінші сабақта осыны тексереміз, сосын жаңа тақырып өтеміз.